41-ші сөз. Қазаққа ақыл берем түзеймін деп қам жеген адамға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі бек зор өкімет, жарлық қолында бар кісі керек. Үлкендерін қорқытып, жас балаларын еріксіз қолдарынан алып, медреселерге беріп, бірін ол жол, бірін бұл жолға салып, дүниеде есепсіз ғылымның жолдары бар. Әрбір жолда үйретушілерге беріп, сен бұл жолды үйрен, сен ол жолды үйрен деп жолға салып, мұндағы халыққа шығынын төлетіп жіберсе, хатта қыздарды да ең болмаса мұсылман ғылымына жіберсе, жақсы дін танырлық қылып үйретсе, сонда сол жастар жетіп, бұл аталары қартайып сөзден қалғанда түзелсе болар еді. Екінші, ол адам есепсіз бай боларға керек. Аталарын паралап, балаларын алып, бастапқы айтқандай жолға салып, тағылым берсе, сонда түзелер еді. Енді мұндай халықты еріксіз қорқытып көндірерлік күш-қуат ешкімге бітпейді. Ол баланы қазақтың бәрін паралап көндірерлік дәулет бір кісіге бітуге мүмкін емес. Қазақты я қорқытпай, е параламай, ақылменен, не жерлеп, не сырлап, айтқанымен еш нәрсеге көндіру мүмкін емес. Етінен өткен, сүйегіне жеткен, атадан мирас алған, ананың сүтіменен біткен надандық әлдеқашан адамшылықтан кетірген. Өздерінің ырбаңы бар ма, пыш-пышы бар ма, гуілдегі бар ма, дүрілдегі бар ма, сонысынан дүниеде ешбір қызықты нәрсе бар деп ойламайды. Ойласа да бұрыла алмайды. Сөз айтсаң түгел тыңдап тұра алмайды. Не көңілі, не көз алаңдап тұрады. Енді не қылдық, не болдық? Қырық екінші сөз. Қазақтың жаманшылыққа үйір болатұғынының бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, я саудаға салынса, қолы тиер ме еді? Ол ауылдан бұл ауылға біреуден бір жылқының тайын мініп, тамақ асырап, болмаса сөз аңдып, қулық, сұмдықпенен адам аздырмақ үшін, яки азғырушылардың кеңесіне кірмек үшін, пайдасыз, жұмыссыз қаңғырып жүруге құмар. Дүниелік керек болса, адал еңбекке салынып алған кісі ондай жүрісті итте қорлық көрмей ме? Өзінің кәсібін тастап, кезегендікке салына ма? Малдылар малын өңкей малшыларға, бала-шағаға тапсырып, қолдағы Құдай берген азды-көпті дәулеті қызықсыз көрініп, оның ұры бөріге жем болып, қарға-жарға ұшырауына шыдайды. Пыш-пыш кеңестен қалып, бір ауылдан бір ауылға барып, қулық, сұмдық жасап жүріп, тегін тамақ жеп, ыржаңдасуды қысыратуға шыдамайды. Не үшін десең, халыққа әдет сол болған соң, шаруаға пысық, мал бағуға, мал табуға пысық, ол өнерлі кісіге қосылмайды. Я өзі пәле шығаруға пысық. Я сондайлардың сөзін естігенім, білгенім деп елге жайып жүріп, арбаңдауға пысық өнерлілерге қосылғандай көрінеді. Сол үшін осы күнгі қазақтың іске жараймын дегені, өзінің азды көптісін біреуге қоса салып, көре жүр, көздей жүр деп басын босатып алып, сөз аңдып, тамақ аңдып, ел кезуге салынады. Бұл күндегіге байлықта мақтан емес, ақыл, абыройда мақтан емес. Арыз бере білу, алдай білу мақтан. Бұл екеуі қолынан келген кісі салт атты, сабау қамшылы кедей болса да, аз да болса орны төрде, майлы атқа, майлы етке қол жетеді. Желөкпелеу мақтаншақ байларды сіз айтсаңыз отқа түсуге бармын деп желдендіріп алып, шаруасын қылмаяқ, малын бақпаяқ, содан алып, киімін бүтейтіп киіп, тәуір атын мініп алып, қатарды бір құрметке жетіп жүре береді. Ол бай өз тыныштығында білмейді, бос шығынданғанында ескермейді. Бір кісімен сөйлессе, мұны қайтеміз деп бағанағы антұрғанмен ақылдасады. Ол сиырдың жорғасы секілденіп,
Қарайғанда жалғыз өзім болсам екен дейтұғын ниетімен, және де ақылдасар досы көбейсе, қадірім кетіп қалады деп. Ой, Тәңір-ай, соны білмей тұрсыз ба? Ол ана қулық қой, бұл мына қулық қой деп, оған бүйдей салсаң болмай ма деп, бар оңбаған жауапты үйретіп, амалшылықтың жолын үйретем деп, ол байдың өзін кісіге сенбейтұғын қылады. Және байдың өзіне де адам сенбейтұғын болады. Байдың өз жауабы, өз мінезі оңбай тұрған соң, бағанағы кісі бұзылса, әлгі антұрған байға мен айтпап едім, оныкі қулық сөз деп, міне көрдің бе деп, екіншіде тырп етпейтұғын қылып алады. Ендігі жұрттың ақылы да, тілеуі де, харекеті де осы. 43-ші сөз. Адам ұғылы екі нәрседен, бірі тән, бірі жан. Ол екеуінің орталарында болған нәрселердің қайсысы жебелей, қайсысы кәсеби, оны білмек керек. Ішсем, жесем демектің басы жебелей, ұйықтамақта соған ұқсайды. Аз ба, көп пе, білсем екен, көрсем екен деген арзу, бұлардың да басы жебелей. Ақыл, ғылым бұлар кәсеби. Көзбенен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап, тілмен татып, мұрынмен иіскеп, тыстағы дүниеден хабар алады. Ол хабарлардың ұнамдысы ұнамды қалпыменен, ұнамсызы ұнамсыз қалпыменен, әр нешік өз суретімен көңілге түседі. Ол көңілге түсіруге бағанағы 5 нәрседен өткен соң, оларды жайғастырып көңілде суреттемек. Ол жанның жебелей қуаты дүр. Бір ұмытпастық жақсы нәрседен көңілге жақсы әсер хасил болып, жаман нәрседен көңілге жаман әсер хасил болу секілді нәрселер. Бұл қуаттар әуелден кішкене ғана болады. Ескеріп баққан адам үлкейтіп, ұлғайтып, ол қуаттардың қуатын зорайтады. Ескерусіз қалса, ол қуаттың қайсысы болса да жоғалады. Тіпті жоғалмаса да, аз мәз нәрсе болмаса, үлкен еш нәрсеге жарамайтын болады. Кім сырттан естіп, білу, көріп білу секілді нәрселерді көбейтіп алса, ол көп жиғаны бар адам. Сынап, орындасын, орынсызын, бәрінде бағанағы жиған нәрселерінен есеп қылып, қарап табады. Бұлай етіп, бұл харекетке түсінген адамды ақылды дейміз. Құдай тағала өзі ақыл бермеген соң қайтейік демек. Құдай тағала сеніменен мені бірдей жаратып па демек. Құдай тағалаға жала жауып, өзін құтқармақ болғандығы. Бұл ойсыз, өнерсіз, надан адамның ісі. Оған Құдай тағала көрме, естпе, естіген көргеніңді ескерме, есіңе сақтама деп пе? Ойын күлкімен, ішпек, жемек, ұйықтамақпен, мақтамен әуре бол да, ішіңдегі қазынаңды жоғалтып алып, хайуан бол деген жоқ. Кейбіреулер айтады, ақыл жебелей болмаса да, талап жебелей. Талап берген адам ақылды тапты, талабы жоқ кісі табалмады дейді. Ол да бекер. Талап балада да бар, оған талас қылуға болмайды. Бағана айттық қой, жан қуаты басында кішкене болады, ескермесе жоғалып та кетеді, ескерсе күтіп айналдырса зораяды деп. Жан қуатыменен адам хасил қылған өнерлері де күнде тексерсең, күнде асады. Көп заман тексермесең, тауып алған өнеріңнің жоғалғандығын және өзіңнің ол мезгілдегіден бір басқа адам болып кеткеніңді білмей қаласың. Қай жоғалған өнер? Ал мен жоғалдым деп хабар беріп жоғалады. Енді қусаң, бағанағы әуелгі табуыңнан қиынырақ тиеді. Жан қуаты дейтұғын қуат, бек көп нәрсе. Бәрін мұнда жазарға уақыт сыйғызбайды. Бірақ әрбір өнердің тыстан тауып алып ішке салғанын, соның тамырын берік ұстап тұруға жараушы еді. Көп заман ескермеген адамнан ол бағанағы өнердің өзінің ең қызықты, қымбатты жерлері жоғала бастайды. Онан соң көп заман өтсе, сол өнерді сақтайтұғын қуаттың өзі де жоғалады. Онан соң қайта кәсіп қылуға болмайды. Бұл қуаттың ішінде 3 артық қуат бар. Зинхар соны жоғалтып алу жарамас. Ол жоғалса, адам қолы хайуан болды. Адамшылықтан шықты. Біреуі орысша подвижной элемент деп аталады.
Ол не нәрсе? Не көрдің, не есіттің, әрнешік білдің, соны тездікпенен ұғып, ұққандықпенен тұрмай, арты қайдан шығады, алды қайда барады, сол екі жағына да ақылды жіберіп қарамаққа тез қозғап жібереді. Егер бұл болмаса, көп білуге, көп оқу оңды пайда да бермейді. Керекті уақытында ойламай, керекті уақытында қылмай, керекті уақытында айтпай, дәйім уақытынан кеш қалып, әй әттеген-ай, өйтуім екен, бүйтуім екен деп өмір бойы ғафил болып отырғаның. Біреуін орысша сила притягательная однородного дейді. Ол бір нәрсені естіп, көріп білдің, хош келді. Қазір соған ұқсағандарды тексересің. Түгел ұқсаған ба? Яки бір ғана жерден ұқсағандығы бар ма? Әрнешік сол іске бір келіскен жері бар нәрселердің бәрін ойлап, білгенін тексеріп, білмегенін сұрап, оқып, бөтеннен хабарланып білмей тыншытпайды. Үшіншісі орысша впечатлительность сердца дейді. Яғни жүректі мақтаншақтық, пайдакүнемдік, жеңілдік, салғырттық. Бұл төрт нәрсе бірлән кірлетпей таза сақтаса, сонда сырттан ішке барған әр нәрсенің суреті жүректің айнасына анық раушан болып түседі. Ондай нәрсе тұла бойыңа жайылады, тез ұмыттырмайды. Егер де бағанағы төрт нәрсемен жүректі кірлетіп алсаң, жүректің айнасы бұзылады, я қисық, я күңгірт көрсетеді. Енді ондай нәрседен оңды ұғым болмайды. Әрнешік тән қуатымен сырттан тауып, сыртта сақтайсыз. Оның аты дәулет еді. Оныңда неше түрлі кеселі кесапаты бар нәрселерін білмесең, сақтай алмаушы едің ғой. Соған ұқсаған іштегі жан қуатыменен жиған нәрсенің аты ақыл ғылым еді ғой. Оныңда неше түрлі кеселі, кесапаты тер нәрселері бар. Оны білмесең, бақпасаң айырыласың. Және әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі бар, өлшеуінен асса жарамайды. Өлшеуін білмек бір үлкен керек іс. Ойланбақ жақсы. Іске тіпті салынып кеткен кісі ойын байлай алмай, қияли болып та кеткені болады. Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, құшпақ, сүймек, мал жемақ, мансап іздемек, айлалы болмақ, алданбастық, бұл нәрселерінде өлшеуі бар. Өлшеуінен асырса боғы шығады. Ненің қызығын көп іздесең, соның күйігін бір тартасын деген. Баз, махфе, олмая, ол мен айтқан үш қуаттың ішінде екеуі, яғни сила притягательная однородного бірлән подвижной элемент бұл екеуі қосылып тұра тұрған нәрсе. Күллі пайда да бұлардан шығады. Уа, күллі зарар да бұлардан шығады. Мансап сүйгіштік, мақтаншақтық, ашуланшақтық, өтірікшілік, осыған ұқсаған әрбір маскүнемдікке тартып, құмар қылып, ақылдан шығарып жіберетұғын нәрселер осы екеуінен болады. Бұларды түбегейлеткенде жақсы нәрселерді түбегейлетіп, жаман нәрселерден, яғни жоғарғы айтылмаш секілді адамшылықтан шығарып, құмарпаздыққа салып жіберетұғын нәрседен бойды ерте тыйып алуға керек. Пайда, залалды айыратұғын қуаттың аты ақыл еді ғой. Бір ақыл қуаты бірлән мұны тоқтатып болмайды. Хәм ақыл, хәм қайрат екі мықты қуат қосылып тоқтатады. Ол екеуі кімде бар болса, бағанағы екі қуат мұнан салсаң, онан шығатын бір жорға атпенен тең. Егерде бұл екі қуаттың екеуі де аз болса, яки бірі бар бірі жоқ болса, бағанағы екі қуаттар бір басы қатты асау ат жүгенсіз тауға ұрама, тасқа ұрама, суға ұрама, жарға ұрама, құдай білсін. Әйтеуір жолда көрген есті ақылы дұрыс адамдар әлі де сұрамайда қалады. Сенде ерік жоқ. Екі етек жайылып, екі көзің аспанда масқара болып кеткенің өлгеніңше. 44-ші сөз. Адам баласының ең жаманы талапсыз. Талап қылушыларда неше түрлі болады. Хәм талаптың өзі де түрлі-түрлі. Хәм сол талаптардың қайсысының соңына түссе де, бірінен бірі өнерлі, тұрлаулырақ келеді. Уә ләкин адам баласы я талапты, я талапсыз болсын, әйтеуір бәрекелдіні керек қылмайтұғыны болмайды. Әр нешік, орынсыз ба, орынды ма, бәрекелді деушіні көңіл іздеп тұрады. Адам баласы өзі қай жолда, қай майданда жүрсе,
сол майдандағы кісімен сырлас болады. Оның үшін өзге жолдағылардан бәрекелдіні оңды күтпейді. Маған бәрекелді десе, осы өзімменен серіктес сырлас осылар бәрекелді дер дейді. Талаптың ішінде адам баласы көбінесе басына қадір іздеп сол талапта болады. Біреуі мал қуып жатыр, сараңдықпен, арамдықпен, әйтеуір мал тапсам, мал тапқан ердің жазығы жоқ дейтұғын, малдының беті жарық дейтұғын мақалға сеніп, халықтың түріне қарай ит те болса малдыны сөге алмайды деп, бұл мал һәм пайда, һәм қасиет болады бойыма дейді. Мұнысы рас, қазақтың өз құлқына қарағанда, бірақ адамдыққа, ақылға қарағанда, қазақ түгіл көңіл жиіркенетін іс. Осыған орай біреу ер атанамын, қажеке атанамын, біреу молдеке атанамын, біреулер білгіш, қу, сұм атанамын деп сол қарекетте жүр. Әрқайсысы қазаққа яки бірі бар, бірі жоқ болса, бағанағы екі бұлдамақта болып, басына осының бірсыпыра елеу азық болар деген талаппен қылып жүр. Мұнысы қазақтың тамырын ұстап қарайды дағы, мынаны алып келіп берсе қымбат алғандай екен, осы күнде мына бір істің біраз пұлы бар екен деп, қазақтың өз бетінен оқып ізденген талап болмаса, кітап бетінен оқып іздеген талап емес. Оның үшін кітап сөзіменен ізденген талап болса, әуелі көкіректі тазалау керек дейді, онан соң ғибадат қыл дейді. Қазақтың бетіне қарап содан оқыған болса, ол талабыңды қыла бер. Көкіректі тым тазалаймын деме. Оны кім көріп жатыр, ішінде қатпар көп болмаса, құт берекеге жағымды болмайды дейді. Енді осыған қарап, қайдан оқып ұмтылған талап екенін білерсің. 45-ші сөз. Құдай тәбәрәка уа тағаланың барлығының үлкен дәлелі, неше мың жылдан бері әркім әртүрлі сөйлесе де, бәрі де бір үлкен Құдай бар деп келгендігі. Уә һәм неше мың түрлі діннің бәрі де ғаделет, махаббат, Құдайға лайықты дегендігі. Біз жаратушы емес, жаратқан көлеңкесіне қарай білетұғын пендеміз. Сол махаббат пен ғаделетке қарай тартпақпыз. Сол Алланың хикметін біреуден біреу анығырақ сезбекпенен артылады. Инандым, сендім демек, инандырамын, сендіремін деген емес. Адамшылықтың алды махаббат, ғаделет сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ, кіріспей тұғында жері жоқ. Ол жаратқан Тәңірінің ісі. Айғыр биеге ие болмақта да махаббат пен сезім бар. Бұл ғаделет, махаббат, сезім кімде көбірек болса, ол кісі ғалым, сол хакил. Біз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз. Жаралып, жасалып қойған нәрселерді сезбекпіз. Көзбен көріп, ақылменен біліп.